Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Талғарда бір топ бұзақының қолынан қаза болған 16 жастағы Шерзат Болаттың әпкесіне апелляциялық сот шешім шығарды. Қажабай Нұрымовтың немере әпкесі Бақыт Рейімова халықты митингіге шақырған үшін айыпты деп танылып 15 тәулікке қамалып шықты. Сонымен қатар шет елдің азаматы ретінде елден депортацияланатын болған. Осы мәселе бойынша Бақыт Рейімованың құқық қорғаушылары апелляциялық шағым түсіргенін хабарлаған. Кеше 26 желтоқсан күні апелляциялық шағым қанағаттандырылмағаны туралы шешім шықты. Заңгер Мейірман Шекеев ендігі жоспарды былай деп жеткізді. Біз енді жоғарғы сотқа жүгінеміз, бас прокуратураға шағым айтамыз. Жоғарғы сот бұл қаулыны бұзады деген үміттеміз. Себебі бұл жерде халықаралық талаптар өрескел бұзылып отыр. Біріккен ұлттар ұйымына шығамыз. Бұл жерде баланың құқығы өрескел бұзылды. Сонымен қатар Бақыт Рейімованың этникалық қазақ екені ескерілмеді дейді ол. Естеріңізде болса, бұған дейін Бақыт Рейімованың кәмелетке толмаған баласы президент Қасым Жомарт Тоқаевқа үндеу жолдап көмек сұраған еді.